Баршаңызға сәлем, менің есімім Шахмұрат. Мен Disney мен Pixar'дың жаңа анимациялық туындысы Элио фильмінің дубляж режиссерімін. Бөгде ғаламшарлықтар 4 миллионнан астам адамды ұрлап әкетті деген болжам бар. Бірақ солардың ішінен тек біреуі ғана өзін ұрлауды өтінген. Мен алып кетіңдер! Бұл енді бірегей туынды, бұл ешқандай фильмнің жалғасы емес, қайта түсірілген ремейк емес, бұл бірегей ақ параққа жаңадан жазылған жаңа хикая. Басты кейіпкер Элио жер ғаламшарында өзін жалғыз сезінеді. Элио, сабақтан қаштың ба? Не істеу керегін білем. Бір жерден көріп едім, қайда кетті? Осы суреттің қайсысы сен? Білмеймін, бірақ мына сенен аумайды. Кейіпкер өте жас бала, кейіпкерге бұндай драматургиялық ауыр жағдайлардан өту оңай нәрсе емес. Бірақ сөйте тұра Элио еш мойымай, бұрын соңды байқалмаған жігерлікті тауып, батылдықты тауып, дос тауа біліп, және де ең бастысы жердің қаншалықты өзі үшін маңызды екенін түсінеді. Бұған дейін менсінбеген, болмаса қашқысы келген жерге қайта асығады. Өйткені ең бастысы сол жерде өзінің отбасы бар екенін түсінеді. Менің достарым болмаған. Менің де әкелместі. Менің атым Григор. Бағынатын кез келді. Бірақ мен жаңа келдім ғой. Мүмкін біреуміз лорд Григормен сөйлесер. Мен ұялам. Мен барам. Бұл отбасыны зерттейтін, әсіресе балалардың табиғатын зерттейтін адамдардың тілімен айтқанда неше түрлі жаңағыдай терминдер табылады. Дей тұра осы фильмнің өзінде Элио бізге үйреншікті тәсілдерсіз ақ осы проблемалармен күресе біледі. Ойламаған жерден ол дос табады, ал ол дос оның өмірін түбегейлі өзгертеді. Disney мен Pixar'дың жаңа Элио туындысына достарыңызбен бірге, сүйіктілеріңізбен бірге келіңіздер. Еліміздің барлық кинотеатрларында қазақ және орыс тілдерінде маусымның 19-нан бастап. Элио. Кинотеатрларда 2025 жылдың жазында.